Алып ұшақ аспанға ақ тұйғын құшса атыла көтерілді. Жерден алыстап бара жатқанын сезгендей, Нұртаңның жүрегі жеңілдір етті. Алматының қай тұсынан көтеріліп бара жатқанын белгісі кеп төменге үңіліп еді. Қазақстан қонақ үйінің тәж сол жақ қапталдан қылаң етті. Деліге ыстық көл асып бара жатқандарын шамалай қойды. Биік тауды өзінен де биіктеу қарау Нұртаңға құпия дүниенің құлпын ашқандай әсер етті. Ғажап, қар басқан жақпар қуыстар, үлкейген зәулім жартастар, зор сүңгідей сүйіршіңдер жып-жылтыр, тайзақ құздар көп қабат үйдің көлеміндей, қасар қарлар бәрі өңкей үрей шақыратын, таңдандыратын дүниелердің шексіз тізбегі. Таудың тіршілігі жазықтығын әрине өзгеше өмір әркімді де қызықтырады. Бәлкім жұрттың тауға деген айрықша емін содан да шығар. Кенет Нұртаң бір көрініске қатты қайран қалды. Оң қапталдағы тау үсті, түйетайлау жазықтығы қар басқан екі шошақ төбе әйелдің қос емшегінен аусайшы. Төбенің апаттығы мен торсықша, түбі жұмырланып, ұшы сүйреніп келуі Әсенейдің омырауын есіне түсірді. Екі төбенің қақ ортасынан құлаған жайдақ сай кәдімгі екі емшектің арасындағы үрпік іспетті. Жыл омырауға тұмсығы жұмсақ үйкелгенде жер бетіндегі жалғыз жұмақтың есігі өзіне ғана ашылғандай емінетін. Көзін сәл жұмып еді, құшқан сәт Әсенейдің тәтті ыңырситын талманы құлағына ап-айқын естілгендей болды. Құшағының қош иісі де мұрнына келіп мазасы кетті. Сол кәйіп халді сақтай тұрғысы келіп көзін құшырлана қайта жұмды. Әсенейдің жұмсақ алақан арқасында сырғып, ақырындап сегіз көзіне тақап қалғандай сезінді. Селк етіп көзін ашып алды. Ерсі жағдайымды сезіп қалмады бен деп, қасындағы кісіге ұрлана көз тастап еді. Тегі түк сезбейтіндей құдай екен. Әсенейдің құшағы барған жұмақ көрінсе Құдайға шүкір. Ол да тәлейіне жазған тағдырдың өзіндік сыйы. Кейде ойлап қараса өмір сөздегеннің бүкіл мәні сәні әйелді сүюмен ғана өлшенетін сияқты. Жер бетінде өліп өшіп жақсы көретін бір әйелдің болмаса, ондай өмірдің құны көк тиын. Әйелдің сен тілеп, құмарта құшып сүйіп жатқанын сезіп білуден артық қандай рахат бар. Қазір Нұртаңға Әсенейсіз еш тіршілік жоқ. Әлденеге қуанса да есіне дереу Әсеней түседі. Кенет бірдеңе уайымдаса тағы да Әсеней көз алдына келе қалады. 3 рет үйленіп, 3 әйелден перзент сүйген Нұртаң бүйтіп әйелге енді құмарта қоярмын деп өзі де ойламаған. Әйел құтаймаған еркек екен. Әсенейдің ұзын құлақтан қалайша естімегін қайдам. Алғаш үркектей жүріп, кейін әйтеуір ол да бұған бауыр басып кетті. Оның да 3 перзенті, 2 ұлы, 1 қызы бар. Болса бұл қыздай тиген күйеуімен басы ашық ажыраспаған. Бірақ күйеуімнің бар екен, я жоқ екен, кейде өзім де кесіп айта алмаймын деп қалғаны бар. Сөзінің сыңайына қарағанда күйеуі сірә арақ жаулап алған адам. Ал арақ жеңген еркек әйел қадірін біле ме? Өз қадірін біле ме? Әсеней екеуі 2 жыл бұрын жазғы тұрым танысты. Түске таман асықпай тамақтанайын деп жұмыстан Нұртаң ертерек шыққан. Лифтінің алдында 10 шақты адам еріліп тұрған соң баспалдақпен төмендей берген. Алдында қызыл көйлекті келіншекпен қатарласа қойылбай кетіп барады екен. Таныс жігітті қысылдырмайын деп байқамағансып қастарынан өте бергенде ассалаумағалейкум деп Қойылбайдың өзі амандасты. Екеуі бір-біріне бұрылып қол алысты. Қойылбайдың қасындағы келіншекке көз сонда түсті. Көйлегі де өзі де өрт боп алаулап тұрғандай көрінді. Өзі ерсілген кейін байқады. Адам көрмегенде оған сұқтанды. Қысылғанынан қызарып келіншек бұрынғысынан бетер сұлулана түсті. Мұның ашқарақ көзінен қайда тығыларын, қайтып құтыларын білмей сасып, әрі ұялып, самай шашын сипап қойып еді. Құлағының үстіне қыстырып қойған бір уыс қысқа шашы сырғып, бет-аузын жауып кетті. Оны сырып қайта орнына қыстыра қоймақ еді, қобыраған шашы иіс бермеді. Шашымен алысқан аққұба келіншек айрықша нұрлы еді. Айналайын, неғып шашымен алысып кеттің? Бұрын бұл арадан көрмеген сияқтымын. Атың кім? Қай газетте істейсің? Таныстыршы өзіңді. Әйел мырс ете жаздап, езуін жылдам жия қойды. Қош жанар бір сәт қадала қалып, лып жалтарып кетті. Нұртаң өз кеудесінен бір бұлқыныс байқағандай болды. Дәме шіркін демде оянды. Мен мұнда істегелі 7 жыл болды аға. Атым Әсеней, жоқ олай емес, Әсия. Әкем еркелетіп Әсеней дейтін. Соған елде өзімде үйреніп кеткендікі ғой. Қазақстан әйелдеріненмін. Солай ма? Мен әбден ит алғысыз боп қартайған екем жаным. 7 жыл бойы сені көрмей келген көзді ойып алып, Кәдірбектің итіне тастаса сауап. Сізден кінә жоқ аға. Парасатқа келгеніңізге 1 жыл болды ғой. 9 қабат үй толған жорналшы. Қайсын тани бересіз? Бірақ мені талай көргенсіз. Қарсы жолыққанда тоқтап қалып ылғи жол берем. Бірақ бұрылмай өте шығасыз.
Бол жаным, ағаңды ұялтып ары қарай қазбаламай-ақ қой. Қартайғанда да оңбай қартайған екем. Жасартатындай өзің бір ем жасамасаң кетеуімнің кеткенін көзің көріп тұр ғой. Сол әзіл, сол кездесу екеуіне дәнекер болды. Бұрын байқамай келген әйелі енді көзіне күнде түседі. Армандап, қиялдап, Нұртан құлды бозбала күйде. Қызметке келе жатып та, үйге бара жатып та, ұйқының алдында да, оянған сәтінде де Әсенейді бір есіне алмай күй кешпейді. Ойдан басы еш босамайды. Біресе түңіледі, біресе үміттенеді. Әсенейдің қылығын әйтеуір анық түсіне алмай дал-дал. Алғаш әзілдескенде-ақ, ит кетер емес-ау деп Нұртан Әсеней туралы кесіп ойлаған. Бірақ сол кетар емес әйел заң жүзінде ажыраспаған күйеуі барын, үйдегі 3 баланың әкесі қалай да сол екенін есінен шығара алмай, өзін де мұны да ұзақ әуреге салды. Әйел құйып берген шайдан садым Әсенейжан. Жалғыз бөлмеде жалғыздан-жалғыз өмір сүру мен сияқты жап-жас шалға тым қиын екен. Үйге жарты сағат жүріп қолыңнан қою шай ішейікші деп көрген сайын жалынатын. Жап-жас шалға жап-жас кемпір керек. Мен кәрі әйелмін аға. Жасырақ біреуге жармассаңызшы деген ол алғаш ойына әзілмен бүркеп. Содан бір күні жарайды деді келісіп. Ертең жұмыстың аяғына таман кеңсеңізге кіріп шығармын. Әуелі кеңсеге келіп, содан әрі қарай үйге бармай-ақ қой деп жорамалдады. Ертесі жұмысқа айтқан уағында келді. Бір қолында бүйірі қампиған қара сөмке, екіншісінде бұлтиып бірдемелер салған жұқалтаң дорба. Менің де әйел құсап үстел басында еркекпен шүйіркелесіп отырғым келеді аға деді. Қара сөмкенің аузын айқара ашып жатып. Үйге барған соң ашшы деді. Нұртан Әсенейді қолынан ұстай алып. Оның жүзінде алғаш жақындап қарағанында сол, жанарында өңінде әлде бір шаршау бар. Оны ойлылықтың белгісі деп қабылдады. Ойдан шаршау рухани бақыт. Ондай адамдар өзінің де, өзгенің де бағасын білуге тиіс. Қабағы мен қас айналасынан қылды-қылдай көп әжімді байқады. Жанын жаралап, көкірегін тілімдей өткен талай оқыған ізі болар. Сүйегірі бойшаң әйелі аурудан жаңа оңалып келе жатқандай арық. Шаралы көзі бадырайыңқырап, дөңгелек жүзін жүдеу көрсетеді. Бояуы ерні бүлк-бүлк дірілдеп, сүйкімді қылықпен сәл жымиды. Үйдің табалдырығын аттаудан гөр кеңсеге келу сәл маған жеңілдеу көрінді. Алдымен қолымнан дәм татыңызшы. Содан соң Құдай күнін тауыспасын. Еті мен қазысын пісіріп, термосқа шай қойып, өзіне шарабын бұған арағында ала келіпті. Екеуі дастархан үстінде сыпайы әңгімелесті. Демде қас қарайды. Кеңседен қараңғыдан шығып бара жатқан ұят болар. Мен енді қайтайын деді. Әсеней әкелген ыдыс аяғын жинастыра бастап. Қанша қолқаласам да үйге бармайсың ба, Әсенейжан? Жоқ, бармаймын аға. Жарайды. Өзің айтпақшы, Құдай күнін тауыспасын. Бүгін ағаңды айрықша сыйладың. Үлкен рахмет жаным. Бұдан былай сенсіз қайтып өмір сүрем. Ендігі мені қинайтын ой сол. Соған жауап тауып берсең, мен бақыттымын. Келші, мұрнының ұшынан ғана бір иіскейін. Көзін бағжаң еткізіп Әсеней бетіне бажырая қарады. Нұртан ұмтылып келіп, иығынан тартты. Жүзін төмен салып Әсеней теріс айналды. Иегінен сипап, әйелді өзіне қаратты. Еңкейіп, әй-шәй жоқ, еріне жабысты. Әлсіз ғана бір бұлқынып, Әсеней құшағынан қашпады. Кетар емес екеніне осы жолы анық көз жетті. Өстіп жазғытұрым басталған таныстықтары күз бен қысқа жалғасты. Ақырында қоймай жүріп, Нұртан Әсенейді жаңа жыл қарсаңында үйіне де алып келді. Шақырғанға көніп, үйге келу үшін әйел сөз жоқ, бар жағдайды есепке алады. Тәуекел деп бір шешімге іштей бел буады. Сондықтан қаншама нет назданып, бұлқынса да ақыр соңында Әсеней бүгін маған қойнын ашады деп сенді. Сүйгізді, құшақтатты. Бәрі ойдағыдай болып келе жатты. Әуелі әзілдеп артынан шыңдап, сүйрелегендей әкеп Әсенейдің жамбасын әйтеуір бір кез диванға тигізді. Аймалап жатып, жауырынына да тигізді. Ауыз бен ауыз аймаласып жатқанда, оң қол жылжып жамбасқа жетті. Ыстық алақан шықырдың аузына енділіккенде Әсеней ышқына бұлқынып, ағатай, күйеуім бар ғой, көз тірі ғой дегені. Біреу төбесінен бір қойғандай Нұртан сол жатып қалды. Әлдегімнің әйелін зорлап жатқандай түршікті. Бойы әп-сәтте суынып, қайта ұмтылуға зауқы болмады. Әсеней үн-түнсіз түрегеп үсті басын жөндеді. Нұртан оң мен түстің ортасында отырғанда есікті тарс жауып шығып кетті. Біраз отырған соң Әсенейге Нұртан кейіде бастады. Бұрын білмей келгендей күйеу барын дәл мұның құшағына ендікіре есіне алған несі? Қызда қылмысқаны ма, әлде бұлданғаны ма? Көңілі шаппай қиналғаны ма? Жоқ, шын ұнатса жерді есепке ала бермес еді.
өй бір солқылдақ жері бар аусыра. Үлкен ятқа қалмай тұрғанда осы күйде тоқтай қойса мекен, бір сәт тоқтай алар мекем деп толқыды. Бір-екі ай көрмей қоюдан шыдаса қалған уақытын орын-орнына өзі қоятындай сияқтанды. Соған іштей бекінді де, бірақ түнмен дөңбекшіп түк ұйықтай алмайды. Қазақы адам үшін айтуға да мойындауға да ұят, бірақ аққұба әйелді қалай, құшақтары қалай аймалар бәлі елестей болып, біресе суынып, біресе сынып, әбден берекесі қашты. Ертесі Әсенейге телефон соғып, егер мен мазақ қылайын деп жүрмесең, 5 қаңтарда жұмыстан кейін үйге кел, кіре берсең қарсы алам деді төтесінен. Ойланды мекен Әсене әжептәуір үнсіздіктен кейін мақұл деді. Еш сыр аңғармайтын момын үнмен. Әсене 5 күні дәл кешіңкіреп келді. Таныс диванға жантая отырып жатып, үй ішіне қыдырта көз тастады. Сізге әйелдің керегі жоқ сияқты деді жымиып. Саған жолыққанша өзімде солай ойлаушы едім. Мен аға сыңқырап тұрмын. Уәде берген соң ұят қой деп ұқтым. Сіз де асығыңыз дегенсің ғой. Онда кел, дәмге отырайық. Нұртаң әдейі асықпады. Бүгін бел буып келмесе, онда тегі Әсенейден бір жола күдер үзгенім дұрыс деп түйді. Асығысы екен Әсеней қайта есіне салмады. Ас жеп шампан іше отырып екеуі талай әңгіме айтты. Ара тұра құшақтап әзіл арасында қысқа ғана сүйіп қойып Нұртаң мүлде өзімсініп емін-еркін отырды. Шай қамдап, ыдыс-аяқ жуып осы үйдің әйелінше ас үйге кіріп шығып жүрген Әсеней Нұртаңға өзгеше әдемі көрінді. Әсеней орнынан тұрып үсті басын жөндеп, енді мен қайтайын дегенді аңғартты. Шығарып салмақшы кісідей Нұртаң да үнсіз түрегеп қасына келді. Әсенейді құшақтаған күй айрықша жақындап, бір қолмен шамды өшірді де екінші қолмен әйелді бауырына басты. Кеш болып кетті аға. Өз үйіңде жүрген әйел ерте кеш деп өз күйеуіне айтпайтын шығар. Сіз өз күйеуім емессіз ғой. Бүгіннен бастап өз күйеуімін. Одан ар сөйлетпей, аузын сүюден босатпай итермелей апарып диванға қисайтты. Үйде үтік жоқ, көйлегімді шешіп таста деді. Онысының әзіл екен, не әзіл емес екенін білмей, алғашқа ақтылған түйме екеуін де басқа дүниеге ала жөнелді. Лап еткен өртше төсіне қарай кимелеп жатқан Нұртаңды біресе алақанын, біресе білегін тосып жатып, Әсеней қас қағымдай ғана әзер бөгеді. Бірақ еркектің қолы омырауын шеңгелдей қысқан сәт ернің қымқыра қыршып сүйзінгеннен көзіне еріксіз жұмды. Төсінен қашқан тәтті діріл тұла бойына шым-шым тарап бара жатты. Ес жиып қайта бұлқынайын деп еді, Нұртаңның шешіндіріп те біткенін аңғарды. Тырп етпей, бұдан арға мен жауап бермейтін кісіше үнсіз күтті. Омыраудан сырғаған ыстық алақан кіндік бойлап кеп, кілт қайтадан төске көтерілді. Емшектің ұшында ғана дірілдеп тұрған тамшы сезімді шымшып қалғанда Әсеней өзінің қалай ыңырсып жібергенін аңғармайда қалды. Қымсыну мен қысылуды табиғи тәттілік ақыры жеңді. Осылайша 2-3 күн дүркін жолыққан соң барып Әсеней күтпеген қылық көрсетті. Аға, арға ұзамай тұрғанда осын доғарсақ қайтеді деді. Әйел адамға лайықсыз екен тегі. 2 күйеуім бар сияқты. Сондықтан ажырас, бір жола менікі бол. Балаларды қайтем, олар мені өмір бақи кешірмейді ғой. Балаларын безіп кетсе қалған өмірдің мағынасы несі өмір? Өзіне тисем-ау деген Әсенейдің ойы жоғын Нұртаң анық аңғарды. Бірақ оның күйеуінен 18 жыл отасса да жыныстық жақындыққа әлі тәжірибесіздігін, бойы балқып ағытыла алмайтындығын білгендіктен ойына бір күдік сап ете қалды. Күйеу бәлкім соншалық салынып шетін маскүнемде болмас, одан суынатындай басқа бір себебі де бар шығар. Махаббаттың жауы үйлену депті ғой, батыс жақтағы біреу. Ол да бір негізге сүйенген болар, кім біледі. Нұртаңға Әсеней айрықша татты. Өзін оның қойында жаңа үйленген жас жұбайдай сезінеді. Ол айнымаған жас қалыңдық, еркін аймаласып, орын алмасып, аунасқанның өзін ерсі санайды. Оны әйелдікке баулы шексіз рахат. Ақ мәрдай-мәрдай денесі сазан балықша бұлқынады. Бірақ бағынып қана басы артық қимылға бармайды. Нұртан оны жалынып жатып сөйлетеді, қолынан ұстап, алақанымен аймалатады, құшып сүйіп жатып қылығын зорға шығарады. Құдайдың берген артықшылығы болар. Қаншама шалқып терлесе де, денесінің қош иісі өзгермейді. Өліп өшіп сүйе бергін келеді. Жас күнде Әсеней өлең жазыпты. Ақын болмай қалғанмен, ақын жандылығы әлі бар. Мені бір жаман әйел деп ойлайтын шығарсыз деді. Осы күзде ғана. Неге? Күйеуім балаларым бал болса да, сіздің қойныңызда жатқаным жоқ па? Жақсы әйел өстеді деп ойлайсыз ба? Біріншіден, мен жаман деп ойлаған әйелдің қойнында жатпаймын. Екіншіден, менің құшағымнан тапқан рахат өз үйінен табылса, онда сен мұнда келмес едің деп ойлаймын. Үшіншіден, сүйіспеншілік ақылдығын жетегінде жүре бермейді.
Қайта ақыл сүйіспеншілікті қорғауға тиіс. Өз қылығыңызды қорғау үшін өзіңіз шығарып алған қағида емес пе? Жоқ, халықтың ежелден келе жатқан